Тарасеров және технология колледжінің өндіріс оқыту шебері Телжанова Жанар Әнееқызы. Сіздерге бүгін таныстыратын техникамның түрі трио таспалы маркалы таспалы баспа. Сіздерге техникалық қалай жұмыс жасалатын жолын көрсетейін. Біз бірінші техникамызды тоқ көзіне қосамыз. Мысалы, мына тоқ көзі қосқан кезде мына свет жанып тұр. Қазір жасыл батырманы басып жұмысқа қосамыз, іске қосамыз таспамызды. Біз мына жерден температураны таңдаймыз. Егер де табиғи жолмен алынған мата болса, оған жоғары градустағы температураны таңдаймыз. А егер де химиялық жолмен алынған мата болса, онда төмен температураны таңдаймыз. Таспалы баспа белдігінің ені 600 мм. Үздіксіз типтегі баспа. Киімнің және басқа керек жарақ бөлшектерін үтіктеп, мысалы жағалар, қалта, белдіктер, киімнің алдыңғы бөліктерін желімді қатырма жапсыруға, сонымен қатар үтіктеу, кептіру, мата қалыптау сияқты операцияларды орындайды. Сіздер қазір көріп тұрғандай, киімнің алдыңғы бөлігіне желімді қатырма жапсырып, мына таспалы баспадан арасынан өткіземін. Мына қазір көріп тұрсыздар, желімді қатырма алдыңғы бөлікке жабысып қалды.